Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өріктің ағзаға пайдасы және оны тұтынуға болмайтын жағдайлар туралы болмақ. Дәрігерлер әр жемісті өз мезгілінде жеуге кеңес береді. Ардақты пайғамбарымыз да жемістерді піскен кезінде жеңіздер, өйткені осы кезде ол адам денсаулығына пайдалы және қам қайғыны жоюға көмектеседі. Егер оны мезгілі өткеннен кейін жесеңіздер, адам денесіне зиянды және ауру тудыру қаупі бар деп айтып кеткен. Жаз уақытында пісетін жемістердің бірі өрік. Өрік құрамында бірнеше дәрумендер мен минералдардың тобы бар. Өрік мидың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бауырдың зақымдануын болдырмайды. Метаболизмді жақсартып, токсиндерді тазартады. Гемоглобин деңгейін арттырады және иммундық жүйені нығайтады. Сүйектерді жетілдіріп, тістердің беріктігін арттырады. Бүйректе тас тұруының алдын алады. Ең бастысы рактың алдын алады. Жүректі қуаттандырады, стрессті азайтып, құрамындағы С витамині суықтаудың алдын алады. Алайда өріктің құрамында қант көп болғандықтан, қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл жемісті тұтынуға болмайды. Жаңа піскен өріктер қышқылдығы жоғары гастритпен ауыратын адамдарға зиян болуы мүмкін. Сонымен қатар бауыр, панкреатит, асқазан жарасы және ұлтабар аурулары кезінде өрікті тұтынуды біраз азайтқан дұрыс. Өрікті мөлшерден тыс көп тұтыну іштің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қатар бұл жемісті шамадан тыс көп жеу артериялық қысымның түсуіне және бас айналуға ұрындыруы ықтимал. Осымен достар, бүгінгі тақырып өз соңына жетті. Сіздермен болған оңай каналы. Өрік туралы ойларыңызды видео астындағы комментарийге қалдыра аласыздар. Келесі кездескенше достар.